Енесі мен абысынын дуалаған келін. Әсерлі әңгімелер жинағынан. Авторы Гүлжайна Арман. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма қат батып, жылаған. Енем мен күйеуімнің сұранып, төркініме қыдырып бардым. Менің анамның ештеңеден хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан қорғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеме деді ме? Жоқ, бұл өте жақсы адам. Онда не? Неге жылайсың? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не дейді? Қолымдан бірнеше рет ұстадым. Көзім менде көріп те тұрмын. Күндіз-түні тыным таппайтын пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың асты мен жеңілдің үсті мен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін де істеймін. Олай болса, олар саған неге тиіседі екен? Енем мені емес абысынымды жақсы көреді. Ой жаныма, уақыт өте келе сені де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдайын жасап, ұлына қамқор болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпақ құлақ болғаннан болса керек, ешбір ақылына құлақ салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуакеш әйел бопты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуі екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйрығынан шыға алмайтын мен бейбақ тойымызда түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енемді абысыным дуалап, өз дегеніне жүретін етіп алғанын айтты. Ал маған қайтарма дуа жасап берем деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесін деп қолыма ұстады. Айтқанын екі етпей енемнің бөлмесіне білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ. Өтірік айтып үйден шығып, талай бақсы балгерге барып, енем мен абысынының суреттерін көрсетіп, сырттарынан дуа жасаттым. Жасатқан дуа әсер етіп, екеуі болмашыға келіспей, ұрыс жанжал көбейіп, екеуі қырылып қалды. Тіпті абысыным екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайынағам барып, қайта алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан ене мен келін бір-бірін түтіп жей бастады. Ақыр соңы енем оларды үйден қуып жіберді. Қайынағам мен абысыным пәтер жалдап тұра бастады. Әбден дуа жасатқан енем алжып, есін жоғалтып қалды. Мен қараусыз қалдырған соң абысыным келіп өзімен бірге алып кетті. Енем үйден қуғаннан кейін абысыным маған мүлдем сөйлемей қойды. Жұмған аузын ашпайды. Бір жылда ешкім танымай алжып төсекте жатып, енем қаза болды. Өз үйінен шығармай жалдамалы пәтерден жаназасын шығарды. Өзімді кінәлаудың орнына мені жақсы көрмей шетке сырған өздері кінәлі деп үнемі өзімді ақтап жүрдім. Жаным қиналғаны рас, бірақ екеуінен де құтылған мен сорлы өзімді жеңіс иесі санап бақытты болып жүрдім. Ай дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Теледидарды қосып қойып, төр кәрістің киноларын көріп жатқаныма мәзбін. Күйеуім келер уақыт жақындағанда жүгіріп жүріп үй жинаймын, ас әзірлеймін. Тек көзге көрінетін жерлерді ғана жинап, көрінбейтін жерлерге керексіз заттың бәрін тығып тастаймын. Тамағым дәмсіз, наным қатып қалған. Күйеуім ашуланып боқтап алады. Екі сөзінің бірінде анам мен абысыным сені жақтырмайтындай бар екен, әттең-ай деп басын шайқап қалатын. Ағасының алдына талай рет барды жалынып, бірақ олар қайта келмеді. Тамақ әзірлемей дүкеннен дайын затты сатып алып жей беремін. Қарызға ала беріп, күйеуімнің бар тапқанын қарызға төлеп, ақшадан қинала бастадық. Солай жүргенде аяғым ауырлады. Жеріктігім ұстап, дүкеннен 2 есе қарызға баттым. Күйеуімнің тапқаны қарыздың жартысына ғана жетті. Дүкен иесі төлей алмаған соң қарызға бермей қойды. Үйде бар соңғы картоп пен пияздан дәмсіз етіп ас әзірлеп күйеуіме бердім. Ол болса жемей аштан аш жатып қалды. Біздің қарызға батқанымыз жайлы бүкіл ауыл естіді. Дүкенші күн сайын келіп есігімді тоқылдатып, мен ашпаған соң ұрсып кетіп қалады. Тіземді құшақтап жылаймын да отырамын. Жұмыс іздеп жұмысқа шықтым. Өз енем мен абысынымның арасында болған жанжалға жұрт мені кінәлап, менімен ешкім араласпай қойған. Нашар мінезімнің кесірінен ешбір жұмысты алып кете алмадым.
Дүкен иесінің әбден ашу мен есігімді қаққанына құлағым үйреніп қалса керек. Бір емес бір аптадай бұл дауыс шықпай құлағым тыныштыққа үйренісе алмай жүрді. Ақыр соңы шыдамым таусылып дүкенге бардым. Барсам қолында қос пакеті бар. Дүкен иесі мені шақыртпақ болып тұрған екен. Мә, мыналарды ал. Бұл не? Не болушы еді? Әрине азық-түлік. Ана байыңа обал, аш қалып бір жерде құлап өлер. Маған қарызға ештеңе бермей қойған едіңіз, бұл қалай болғаны? Енді қарызың жоқ, қарызыңды да мына заттардың ақшасын да біреу төлеп қойды. Рас айтасыз ба? Ол кім екен? Оны қайтесің, үйіңе бар да тамағыңды істе. Күйеуің айлық алатын күнге дейін мыналарды үнемдеп жеткіз. Жарайды, көп рахмет. Жүгіре үйіме барып ас әзірлеп дастархан жайып, күйеуімнің келгенін күтіп отырдым. Таңданысын жасыра алмады. Азық-түлікті қайдан алдың? Білмеймін, біреу қарызымызбен қоса азық-түліктің де ақшасын төлеп кетіпті. Біреу дейсің ба? Сен үшін олар жай ғана біреу болғаны ма? Бәсе, сол үшін де олар мен басың сыйса алмаған екен ғой. Жай ғана біреу ретінде емес, өз туған ағаң мен жеңгеңдей көргенде бәлкім қазір бұлай жүрмес пе едік. Олар өзі пәтер жалдап жүріп біздің 100 000 теңгемізді төлейді дейсің бе? Олар емес шығар. Олардан басқа менің туысым бар ма? Осыншалықты ақымақ әйелді маған жар етіп қосатында қандай күнәм бар екен? Сені жолықтырған күнге қарғыс атсын. Жемеймін, қаласаң өзің жей бер, тамағыңнан өтсе егер. Бұл сөздер жаныма қатты батты, бірақ тәубеме келтіре қойған жоқ. Ұялмай, арланбай қарнымды тойдырып алдым. Бірінші күн жемеген мен кейін жей бастады. Ол айлық алғанша азық-түлік жетіп, айлық алған күні тағы да келесі айға жететіндей азық-түлік алып қойдым. Қалған ақшаны газ, жарыққа төлеп, ол жақтағы қарыздарымыздан да құтылдым. Жүктіліктің 6 айында қатты ауырып, балам түсіп қалардай болып жүрдім. Ол кезде небәрі 7 жасар абысынның қызы, ерке қыз келіп, үйімді сыпырып, шаңын сүртіп, ыдысымды жуып беріп кететін. Тағы да құр қол келмейді ғой. Абысыным нан жауып, бауырсақ самсасын пісіріп, айран, сүт, ет беріп жібереді. Сол кезде өздері жер алып үй тұрғызып жүрген. Сонда да қолдарынан келгенін аяған жоқ. Тұңғыш қызымды босанып, перзентханада жатқанымда қасындағы келіншектерге туыстары ыстық тамақ, анау-мынау алып келіп жатқанын көріп, ішім ашып, қызғаныштан өзегім өртенетін. Мені күйеуімнен басқа ешкім іздеп келмейді. Бір сәтте санитарка апай тегімді атап, тола-тола 2 пакет тастап кетті. 2 литрлік банка тола майлы қайнатпа сорпа, май пәтір, сүт, айран, тағы да басқасы бар. Одан бөлек өзі тоқыған қызыма шұлық, киім-кешек бәрін әкеліпті. Абысыным келгенін бірден ұқтым. Үйге шықсақ үйдің іші тап-таза. Қызыма арнайы көрпеше тігіп, жаялықтарын төсеп, адыраспан түтетіп, ыстық шай тамақ дайындап, өзі кетіп қалыпты. Сол кезде алтындай қымбат адамның бағасын білмей, қадіріне жете алмаған өзімді өзім жек көріп кеттім. Сол кезде абысынымның айтқан ақылдары есіме түсіп, өзегім өкініштен өртенді. Емізіп отырған қызымның жүзі көз жасыма жуылды. Солай бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізге жақсылық жасап жүрдік. Бірақ жүзіне тіке қарап кешірім сұрауға бата алмай жүрдім. Шыны керек, кешірмеймін, сені көргім келмейді деп айтама деп қорықтым. Солай қаншама жыл алыстан сыйласып жүрдік. Оның балалары мен біздің балалар бір-біріне өте бауырмал болды. Бір-бірлерін үнемі іздеп жүреді. Шынымды айтайын, менің балаларымды абысыным мен қайынағам тәрбиелеген қалап, олардың үйіне көп жіберетінмін. Өйткені менің тәрбиемді алған қызым ертеңгі күні мен секілді опық жеп қалама деп қорықтым. Ана болып қызыма ақыл айтқан адам емеспін. Тек абысынымның ақылын тыңдап тәрбиесін алған ол қызым солар секілді саналы, иманды болып өсіп өнді. Содан сенің парақшаңды тауып алдым. Кесапат келін, өз ұлын жынды еткен ана деген әңгімелерді оқып, өзімді көргендей болып тоқтамай жылап жүрдім. Бүкіл жасаған иттігім көз алдымнан өте берді. Бар күш-жігерімді жинап, кешірім сұрадым. Басында жаздым ғой. Сол сәтте абысыным, мен бәрін білем деп айтты, дедім ғой. Соны кейін айтып берді. Бір құрбысы мен барған балгерге барып, менің қолымдағы абысыным мен енемнің суретін көріп, абысыныма дуа жасатып жүргенін айтыпты. Соны біле тұра маған жақсылық жасап жүрген абысыныма алғыс айтамын.
Қазір маған кешірім берген. Екеуміз құрпыдай болып жүрміз. Сіздерге айтарым, жас келіндер, енелер, бір-бірлеріңді сыйлаңдар. Тату тәтті болыңдар. Адамдардың бәрі менің абысыным секілді кешіре алмауы да мүмкін. Сол үшін де қателікке ұрынбаңдар. Соңы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайын.